10 минут ережесі. Бұл аз уақыт жұмсай отырып, кішкентай қадамдар арқылы өміріңізге өзгеріс әкелетін теория. Егер сіз осы ережені дұрыс пайдалансаңыз, қиын немесе мүмкін емес деп ойлаған көптеген мәселелерді шеше аласыз. Адам бір нәрсені бастамас бұрын бойын жалқаулық билеуі мүмкін. Алдыға қойған міндеттерін ертең немесе алдағы апта істеймін деп кейінге қалдырып жатады. Ал 10 минут ережесі осындай кедергілерді жеңуге көмектеседі. Американдық спикер, ірі кәсіпкер Джош Кауфман аз уақыттың өзінде жаңа дағдыны меңгеріп, кейін оны жетілдіріп, тәжірибеде қолдануға болатынына сенімді. Бұл ереженің негізгі артықшылығы көп уақытты қажет етпейді. Белгілі бір мақсатқа жету үшін бар күшіңізді салып әрекет етудің қажеті жоқ. Бар болғаны күніне әрбір іске 10 минут бөлсеңіз жеткілікті. Сонымен қатар 10 минуттық ереже жаңа әдетті оңай қалыптастыруға көмектеседі. Жұмыс өнімділігін арттырады және әрекет ету әдетін шыңдайды. Сіз әрбір уақытыңыз жоспарланған бос емес адам болсаңыз да, күніне 10 минут уақытыңызды пайдалы істерге бөле аласыз. Мысалы, пайдалы емес кездесулерді қысқартуға, түскі асты сәл тезірек ішуге, немесе жолдағы уақытты пайдалансаңыз болады. Қызықты әрі пайдалы кітап оқуға, спортпен айналысуға, немесе ойыңызда жүрген бір істі жасауға уақытыңыз жоқ па? Онда сол тапсырмаға күніне небәрі 10 минут жұмсасаңыз, соңында бір айдан кейін мәселеңізді шешуде айтарлықтай жетістіктерге жетесіз. Өйткені сіз бұған кемінде 300 минут жұмсайсыз, ал бұл 5 сағат бір жұмыс күнінің жартысына тең. Ал сіз қай істі кейінге қалдырып жүрсіз? Видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басуды ұмытпаңыздар.